Мен ютубқа шыққанда. Авторы Мықтыбек Орастайұлы. Үйге интернеттегі достарымның бірі келген. Мақта суарып жатқанмын. Мақта суару дегенді көрмеппін. Мақтаның басына апаршы деген соң ертіп апардым. Кетпенімді алып арықтың әлсіз жерлерін бекітіп жатқанымда анадайда бақылап отырған досым: "Мықа, сенің мына жұмысыңды түсіріп алып каналыма жариялайын, жарай ма?" деді. "Өзің біл, бірақ дұрыстап жарияла, бүлдіріп жүрме." "Окей, онда былай қылайық. Мен кеттік дегенде кірісесің." Мақұл. Ол соткасының камерасын іске қосты да: "Еңбек етсең емерсің, еңбектің наны тәтті" демекші, мен қазір Түркістан облысы Жетісай ауданы деп кәнігі тілшілерше сөйлей жөнелді. Кеттік, кірістік дегенде біз де кетпенді алып қимылдай бастадық. Ұлым екеуміз балағымызды түріп алып, білегімізге дейін жалаңаштандық та кетпенді сілтеп қалдық. Кілкіп тұрған суға әбден ылғалданып, балшыққа айналып кеткен топырақ бетіме шашырады. Әдемі шашырай берсін, сүртпе. Мақта суарудың қиын екенін ел білсін, деді ФБ досым. ФБ досым дегенім фейсбуктық әлеуметтік желідегі досым ғой. Болды, бітті дегенше қимылдай беріп діңкейміз құрыды. Құрсын, киноға түсетіндер қайтеді екен, 2 минуттық роликке әзер шыдадық солай. Арада бірнеше күн өтті. Досым интернетке жариялаған бейне мақаласының сілтемесін жіберіпті. Ашып қарадым. Астына біреулер пікір жазыпты. "Мынау еңбек адам екен ғой" деп мақтаған шығар деп оқи бастадым. Сөйтсем, адамды құлататын пікірлер екен. "Мынау мақта ма? Мақтаны шелекпен суарады екен десем", депті біреуі. Дым ұқпадым. Мұның несін мақтаған? Суарса өз мақтасы ғой, әлде табысын елге бөліп берем екен, депті тағы біреу. Ал мына біреу тіпті қатты кетіпті. "Бір дөкейдің мақтасы шығар, мына суарып жатқан екеуі соның құлдары болуы керек." Бұл пікірлер әлі бергі жағы екен. Қызығы арғы жағында болып шықты. Мынау нағыз есуас сушылар екен. Адам деген арықтың дамбасын су келмей жатып көтеріп қояды емес пе? Су келгесін тыраштанып жатқаны несі? Мынадайлар билікке келсе бәрін керісінше істеп быт-шыт қылады. Кешегі Сардоба да осындайлардың жауапсыздығынан жарылды ғой, деп саясатты соғыпты біреу. Мына біреу өзінше шындықты шырылдатты. "Ақшаны ақша табады, ақымақ кетпен шабады" деген екен. Мұндайларды жарнамалау не керек? Халықты құл болуға, кетпенден өзге ештеңе көрмеуге итермелеу ме? Дамуымыз керек, өсуіміз керек. Кетпен ұстап жүріп, алдыңғы қатарлы 30 елге қосылу деген утопия. Дұрыс айтасыз, мынанікі таза пиар. Құдай білет, мақтада өзінікі емес шығар, деп біреу 5 тиынын қосыпты. Мына біреу қатты шарықтапты. Қазір су суару да дамып кеткен. Американың, Қытайдың тәжірибесімен суармай ма? Қара жұмыс, қол еңбегі деген мына заманда артық. Кетпен сілтеп жүре бермей, жаңа технологияға икемделу керек. Бұлай 19 ғасырдың еңбегін насихаттағаннан ұтарымыз аз. Мақта суару мұндайдың онлайн суару түрі шыққан жоқ па? Үкімет қайда қарап отыр? Депті біреуі. Ары қарай оқуға дәтім бармай, досыма хабарластым. "Ана видеоны құртшы, астындағы комменттер ұрыс қой", деймін. "Ойбай, Мықа, тұра берсін. Өмірімде ондай көп просмотр жинамап ем. Жұрттар айта берсін, нең бар? Керісінше танымал боласың", деді де телефонын өшіріп тастады. Ауылдағылар шулай жөнелді. "Мықа, ютубта жүрсің ғой, жумайсың ба?" деп әркім хабарласып ақ жатыр. Біраз күннен соң видеоны тағы қарадым. Пікірлер көбейіп ақ қалыпты. "Пиар ештеңесі де жоқ, Мықаңды білем, ауылдасым. Мына видеодағы өз мақтасы. Білмесеңдер жазбаңдар, жамандамаңдар", деген секілді пікірлер пайда болыпты.
Обалы не керек, ауылдастарым мені жақтап ақ жатыр екен. Ішім жылып қалды. Шіркін, ауылдастарыңа жетері жоқ қой. Өшпей ақ қойсын, тұра берсін, дедім. Солайша ФБ досымның ютубтағы просмотрын көбейтіп бердім. Оған да шүкір. Мен де біреуге жақсылық жасай алады екенмін.